Осы асфальт төседі, төсеген екі көшеге төседі Тургеновқа и Белинскийға. Спартакқа, үш көшеге. Төсегеннен кейін мінекей осындай жағдайға шығардық. Не көшеге кіре алмаймыз, не скорый помощь келе алмайды. Мен үйімде аяғы ауыр қызым болды. Скорый помощь шақырмаймын. Қазір үйімде енем бар, 84-ке келді мінекей. Тоже Құдай бетін әулақ қылсын, бір скорый шақырсам келмейді. Мен ол кісіні қалай ана жаққа апара алмаймыз тоже. Міне осылай бізге бұл жерге шын айтқанда асфальт керек емес. Бізге мына мусор атқот андаймен әкеліп төсе, солар төсесе, біз соған риза боламыз. Көтерілсе, біз өзіміз қосылып сегеміз бір 2-3 жылдан бұрын. Міне апай жеті жиналып, бір 10 мәшіне КамАЗ төседік па, толку астына кетті, ол аз. Каждый улицаның нелерін көтеріп тұрады, асфальт салып, су ағызатын нелерін қоспай, қала болсын сый салды шын айтқанда. И сонымен мінекей бәрі көп проездар суға кеттік. Вообще бұндайды көрмеп едік. Тут, говорю, качают по 8 машин, и вот водичка идет со всех сторон. Не знаем, что делать. Умираем от воды уже. Никуда не выйти, не извините, по нуждам даже сходить невозможно, потому что все в воде. У нас вот адрес Спартака 25. Со всех улиц идет к нам. У нас получается предпоследние дома. И со всех улиц вот так вот идет. Все качают воду, кидают на эту сторону шланги. А в воде тут некуда уходить. Вот видите, вода, можно стирать, купаться. Это же жизнь вот. Дома лежит инвалид, на этой воде вот мерзнет. Вот. Вот. Вот.